Барлығыңызға сәлем, сіздермен бірге Үміт Абдылқасова. Бүгінгі сабақта сіздермен осындай ранермен әдемі майлықтарды өзіміз тігіп шығаратын боламыз. Мен осындай поплин матасын алдым хабадан. Өзімізге керек енді және ұзындықты осылай қырып алатын боламыз. Одан кейін ұзындықты, яғни ұзын жағын екі бөлігін 2 сантиметрге бір рет осылай қайырып үтіктеп аламыз. Одан кейін тағы да екінші рет қайырып тағы да үтіктеп алатын боламыз. Сонда 2 сантиметрден 2 рет ішке қайырып, екі жағынан да барлық ұзындығында үтіктеп шығатын боламыз. Мінекей ұзын жағындағы екі бөлігінде 2 рет 2 сантиметрге қайырып осылай үтіктеп алдық. Оның көрінісі ашқанда мінекей осылай болып көрінеді. Енді бізге екі жағындағы бұрышты қырқып алуымыз қажет. Ол үшін матамызды бұрышына барамыз, осылайынан бір-біріне қаратып екі бүктейтін боламыз. Және сантиметрімізді әкеліп осы жерден 20 сантиметрді белгілейміз. Үшбұрыштың ұзын болып тұрғанын қаласаңыз 25-30 сантиметрде алсаңыз болады. Мен 20 сантиметр етіп алдым, қатты бұрыш болып тұрғанын қалаған жоқпын. Енді осыны ортада бүктелген бұрышпен 20 сантиметр сызған жерімізді бір-біріне осылай қосып түзу сызықпен сызып шығарамыз. Және қай жермен аккуратно кесіп аламыз. Бұл бізде бір жақ беті, екінші жақ бетінде тура осылай қырқып алатын боламыз. Мінекей екі бетінің де бұрыштарын жасап алдық. Енді бұл жерде де тура жанын үтіктегенде 2 сантиметрге 2 рет қайырып, екі бетін, яғни бұрыштың екі жағында үтіктеп алатын боламыз жақсылап. Мінекей бүктеген кезде бұрыштарымыз осылай үстінде жату керек. Әдемі болып бірінен үстіне бірі шығып кетпей, осылай аккуратно қойып үтіктеп аламыз. Бірінші бір рет қайырып, одан кейін екінші рет қайырып тағы да үтіктейтін боламыз. Мінекей екінші жағымызды 2 сантиметрге қайырып осылай жақсылап барымызды беріп, бұрыштарын дұрыстап қойып, қарап аккуратно осылай үтіктеп шығаратын боламыз. Одан кейін қайтадан екінші рет екі қабаттап, яғни 2 рет 2 сантиметр ішке қарай қайыратын боламыз. Мінекей барымызды беріп осылай үтіктеп шығамыз. Енді үтіктеп алғаннан кейін осы қосылған бұрышымызды белгілеп аламыз, екеуінің біткен жеріне, яғни мінекей осылай меткамызды қойып аламыз. Енді үтіктеген жерімізді ашып, оң мен оңды осылай сызған екеуін бір-біріне осылай қаратып қоямыз. Және мына төбедегі бұрышымыз осылай ортасында бұрыш болып тұру керек. Оған да мән беріп қараймыз. Енді мына жерде қарасаңыздар, үшінші болып бізде ромбик шығып тұр, үлкен ромбик, полноценный. Соның ортасынан түзу тігіс жүргізетін боламыз. Мінекей қазір сызып көрсетейін. Мінекей полный емес, сол ромбик біткен жерден тігісімізді закрепка беріп бітіретін боламыз. Енді екінші шетімізді де үтіктеп дайындап алайық. Одан кейін машинкамызға отырып, екі бетінде тігіп шығаратын боламыз. Мінекей машинкамыз болғаннан кейін де жақсылап тексеріп, осы жердегі сызған жерімізді лапкамыздың астына қойып, тігісті бастаған кезде де, аяқтаған кезде де закрепка береміз. Мінекей тігіп болғандағы дайын түрі осылай болып тұрады. Сол кезде тігісіміз матамыз шықпай, әдемі аккуратно болып тұрады. Енді екінші бұрышында қайтадан тексеріп, белгілеген жерлеріміз бір-біріне қаратып қойып, төбедегі бұрышында үш бұрыш етіп шығарып, бұл жерде де закрепкамызды беріп, бастаған кезде де, аяқтаған кезде де сызған жерімізден тігісті жүргізетін боламыз. Енді тігіп болғаннан кейін осы артық матамызды тіккен жерімізге жақын етіп 1-2 мм қалдырып тігіске осылайынан қырқып тастайтын боламыз. Екеуінде мінекей бұрышымызды шығарған кезде жердегі қабатталған жеріміз өзі 2 рет қабатталып, ішіне қарай кіріп кетеді. Енді мен өзім қолөнермен айналысқаннан кейін осындай аксессуар ретінде шашағын өзім қолымнан істедім. Оны істеп болғаннан кейін осылай сразу тігіс жүргізбей жатып, ішінен түйіндеп тігіп алдым.
сыртына ешқандай түйін тігіс шығып тұрмас үшін. Мінекей жылтыраған шашағымды да тігіп алдым, өзім қолдан жасаған. Енді осы жерді қазір барлық шетінен булавкамен қыстырып, тігісіміз ровно шығу үшін мынау бүктеген жерімізге өте жақын етіп 1-2 миллиметрде түзу тігісімізді жүргізетін боламыз. Тігісіміздің жиілігі арасы 2,5-3 миллиметр етіп алсаңыздар болады. Мінекей барлық бойында булавканы обязательно қыстырып шығамыз. Сол кезде бізде құпты таза тігіс шығады. Мінекей булавкаларымызды қыстырып алғаннан кейін лапкамызды көтеріп, мінекей бүктеген жерімізге өте жақын етіп тігісімізді жүргізетін боламыз. Закрепка береміз обязательно бастағанда, аяқтағанда. Бұл жерде жіпке емес, мынау лапкамызбен жанындағы сызыққа қарап отырсақ болды. Сол сызықпен ровно қылып тігетін болсақ, оң бетінен де, сол бетінен де тігісіміз түзу әрі әдемі болып шығады. Мінекей жан жағынан тігіп шықтық, тігісімізді жүргіздік. Жақыннан қараған кезде ол осылай көрінеді. Қазір жақындатып көрсететін боламын сіздерге. Енді осы тігісіміздің үстін пармен жақсылап үтіктеп шығамыз. Менде жарты метр қалған осындай мата болатын. Енді осыдан мен майлықтар жасағым келіп тұр. Маған 12 штук майлық шығару керек осы жарты метр матадан. Ортасынан екіге бөліп алдым. Сіздер бұны квадрат етіп жасасаңыздар да болады. Менде тік төртбұрыш болып шықты. 50-де 50, 40-та 40, немесе 50-де 40 қылып, 60-та 50 қылып жасасаңыздар да болады. Енді майлықтарымыздың жан жағын 2 см емес, мен 1 см-ге қайырып үтіктеп аламын. Бұл жерде де барлық бұрышын 1 см-ден қайырып шығамыз ішке қарай. Яғни теріс бетіне қарай қайырып шығамыз, үтіктеп. Мінекей қайырып алдым. Енді осы қайырғанымды тағы үстінен екінші рет 1 см-ге қайырып шығатын боламын, төрт бұрышында. Қалған майлықтарымызды да тура солай, осылай екінші тұрған ромбикте закрепкамызды беріп, тігіп шығатын боламыз. Төрт бұрышында қанша майлық қаласаңыз, сонша майлығыңыздың бұрыштарын осылай қырқып, тігіп, осылай бірінші жасап алатын боламыз. Одан кейін барлығын осылай оң қаратамыз және булавкамен осы бұрыштарын қыстырып аламыз. Ұстаған кезде жақсы жатып тұру керек, олар сіресіп қалмай, қатты бұрыштары көтеріліп қалмай. Сол себепті осылай булавкамен төрт бұрышында қыстырып аламыз екі бетінен, және де жақын етіп бұл жерде де тігісімізді жүргізетін боламыз. Закрепка береміз.
пікенде булавкаларымызды алып отырамыз және осындай бұрышқа келген кезде закрепка бермейміз, просто лавканы көтеріп айналдырып ары қарай тігісімізді жалғастыра береміз. Закрепканы сол жаңадегі бастаған бұрышымызға келген кезде бірақ береміз. Мінекей майлықтармен де іш жағынан осылай болып шықты, ал сыртқы жағынан осылай болып шықты. Мен осындай 12 штук майлық тігіп алдым өзіме. Енді бұл қазір столда қалай көрінеді екен, сіздермен бірге көрейік. Сіздер де обязательно тігіп көріңіздер өз үйлеріңізге, өздеріңіз қолдарыңыздан. Барлығыңызға қайырлы білім болғай. Менімен бірге соңына дейін видеоны көргендеріңізге үлкен рахмет.